сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге денсаулыққа өте пайдалы өзбек халқының ұлттық тағамы машхурда жасауды үйрететін боламын. Сіздерге де күнделікті жасауға кеңес беремін. Ең алдымен етімізді осылай ұсақтап бөліктерге бөліп турап аламыз. Етті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады, көп немесе аз. Содан соң сарымсағымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Сарымсағымызды турап болдық. Енді картошкамызды да кубик етіп ұсақтап турап аламыз. Енді сәбізімізді осылай бөліктерге бөліп, форманың көмегімен әдемі етіп, ирек етіп турап аламыз. Қаласаңыздар, өздеріңіз кубик етіп төртбұрыш пышақпен турасаңыздар да болады. Сәбізімізді турап болдық. Енді қазанымызға 3 ас қасық өсімдік майын құямыз. Майымызды кішкене қыздырамыз. Содан соң етімізді салып, етіміз қызыл түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Етіміз міне қызыл түске енді сарымсақ пен сәбізімізді салып, тура солай қуырып аламыз. Сәбізімізді де жақсылап міне қуырып алдық. Осылай болды. Енді картошкамызды салып қуырамыз. Содан соң тұзымызды саламыз дәміне қарай. Томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді суымызды құямыз. Суды өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарап құйсаңыздар болады. Машымызды сорпаға салардан алдын бөлек қайнатып аламыз. Себебі қайнатпай сорпаға бірден салсаңыздар, сорпаңыздың түсі жаман болады, және де дәмі қышқыл болып кетеді. Осылай қайнатылған машымызды салып аламыз. Осылай сорпамызды бір араластырып, енді бетіне ас көкті салатын боламыз. Енді қазанымыздың бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Осылай қайнап шығады, осылай ақырын отта машымыз жарылғанша қайнатамыз. Міне машымыз жарылды. Осылай болып шығады. Осылай машымыз жарылады. Қатты жарып жібермеңіздер. Содан соң осылай күрішімізді саламыз. Араластырып, ақырын отта шамамен 15 минуттай қайнатамыз. Осылай ақырын қайнау қажет. Мінеки тамағымыз дайын болды. Осылай керемет дәмді болып шығады. Осылай тарту етсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.